Парыз 2016 бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі конкурс пен еңбек жолы байқауының облыстық кезеңінің жеңімпаздары анықталды. Байқау жеңімпаздарын облыс әкімі Ерік Сұлтанов салтанатты түрде құттықтады. Облыс басшысы өз сөзінде бұл байқаулардың бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға және еңбек мамандығын насихаттауға септігін тигізетінін атап өтті. Байқаулар еліміздің кәсіпкерлерінің әлеуметтік жауапкершілігін арттырып, еңбек мамандықтарын насихаттайтын байқаулар халықты адамгершілікке және еңбекті құрметтеуге шақыратын байқаулардың маңызы зор. Парыз байқауында ең үздік әлеуметтік жауапкершілікті кәсіпорын номинациясы бойынша Ғабит Мүсірепов ауданының Ақселеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үздік деп танылды. Серіктестік 1999 жылдан бері Қазақстан нарығында жұмыс жасауда. Ақселеу серіктестігі 19 мың гектар жер аумағында дәнді және майлы дақыл егумен айналысады. Жылдары біз экономикамызды нығайттық, оған сепрес болған жаңа техникалық, жаңа технологияларды енгізіп, жақсы қазір өніп алып отырмыз ауыл шаруашылығында. Одан басқа, егін шаруашылығынан басқа біз қазір мал шаруашылығында айналысып отырмыз. Ол асыл тұқымды Герефорд текті мал өсіріп, сол асыл тұқымды бұқаларды сатып отырмыз маңайдағы шаруашылықтарға. Ал ең үздік ұжымдық шарт номинациясында Петропавл қаласы Қазпошта акционерлік қоғамы Солтүстік Қазақстан облысының филиалы бірінші орынға ие болды. Филиал директорының сөзінше, Қазпошта өңірімізде даму үстінде. Ағымдағы жылы облыс бойынша 7 пошта бөлімі қайта ашылған. Бүгінгі мынау біздің марапатталып отырғанымыз, расында да келісім шартымыз біздің қызметкерлерменен өте жақсы, көп жағдайлар қамтылған. 1600 қызметкер бізде жұмыс істейді, оның ішінде 700 почтальон, 260-тай операторлар, соның бәрі әлеуметтік жағынан қамтылған. Облыс бойынша Парыз 2016 конкурсына 32, ал еңбек жолы байқауына 24 үміткер қатысуға өтініш білдірген. Байқау жеңімпаздары Астана қаласында желтоқсан айында өтетін республикалық кезеңде бақтарын сынайтын болады.